Сәлеметсіздер ме? Алтын саққа математикалық олимпиадасының 5 сыныпқа арналған мектепшілік кезең есептерін талқылауды жалғастырамыз. Бүгін біз кезеңнің үшінші бөлімнің есептерін шығарамыз. Төмендегі сандар қатарынан заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орындағы санды табыңыз. Енді бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, бірге екіні қоссақ үшті береді. Үшті үшке көбейтсек 9 береді. 9-ға екіні қоссақ 11-ді береді. 11-ді үшке көбейтсек 33-ті беріп тұр. Оған екіні қоссақ 35-ті береді. Яғни келесі үшке көбейтсек 105 деген сан болады екен. Екінші есеп қарапайым, суретте қанша неше үшбұрыш бар, оны тек санай салу керек. Алдымен үлкен үшбұрыш 1, мына бөлігі екінші, үшінші, төртінші үшбұрыш, бесінші үшбұрыш, алтыншы үшбұрыш дейік, жетінші үшбұрыш мынау, сегізінші, мынау 9, 10, 11, 12, 13 деп алайық, 14 және 15-ші үшбұрыш. 15 үшбұрыш болады екен. Үшінші есеп, аулада бірнеше тауық пен қоян бар, олардың барлығының 20 басы мен 52 аяғы бар. Аулада неше тауық бар? Аулада бар тауықтарды X дейік, ал қояндар Y болсын. Сонда тауықтар мен қояндардың саны 20. Аяқтардың саны 52. Тауықтарда 2 аяқ бар екен ескерсек 2x болады. Қояндарда 4 аяғы барын ескерсек 4y болады. Саны 52. Сонда осы жүйені шығарамыз. Бұл жерде азайтпас бұрын екінші жаңағы теңдеуді 2-ке көбейтсек, сонда 2x қосылған 2y-іміз 40-қа тең болады екен. Енді бір-біріне мүшелеп азайтсақ, 2x-тан 2x азайтсақ 0, 4y-тан 2y азайтсақ, 2y 52-ден 40-ты азайтсақ 12. Сонда қояндар саны 6, ал тауықтар саны 14 болады екен. Келесі есеп, цифрлардың көбейтіндісі 120-ға тең, ең кіші сан қандай? 120-ны жай бөлгіштеріне жіктеп алайық. Сонда 2 көбейту 2 көбейту 2 8-ді береді. Мынау 3 және 5. Осындай сан цифрлар болуы мүмкін. Сонда бұл цифрлардан құралатын ең кіші сан 358. Басқа да варианттарды қарастырсақ болады. Мысалы, 2 мен 2 4-ті береді, мынау 6-ны береді және 5 деген сияқты. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай ең кіші санымыз 456 болып кетеді екен. Сонда енді барлық мүмкін жағдайларды қарастырған күннің өзінде ең кішісі 358 болатыны айдан анық болып тұр. Келесі 5-ші есеп, түздің бойында осы реттілікпен А, Б және С нүктелері берілген дейді. А, Б, С және Д нүктелері берілген. АС кесіндісінің ұзындығы АБ кесіндісінен 4 есе ұзын. Егер АБ кесіндісінің ұзындығын X десек, АС-ның ұзындығы 4X болады екен. Және БД және АС кесінділерінің ұзындығы тең. Ең үлкен кесінді, яғни ол АД кесіндісі, оның ұзындығы 420 сантиметр болса, ең кіші кесіндінің ұзындығын тап дейді. Сонда мынау жеріміз X болса, АБ, BC-міз 3X болғаны ғой, себебі AC-мыз 4X. X-қа 3X-ті қоссақ 4X болады. С кесіндісі мен BD кесіндісі бірдей болғандықтан, демек, оның да ұзындығы 4X. Мына жаққа X жетіспейді.
Сонымен толығымен ады кесіндісі бізде 420, яғни x қосылған 3x қосылған тағы да x'іміз бізде 420-ны береді екен. 5x'іміз 420, x'іміз 84. Демек, ең кіші кесіндінің ұзындығы 84 сантиметр болады екен. Келесі 6-шы есеп. Пойыз тұрақты жылдамдықпен келе жатады. Оның ұзындығы 1200 метр туннельге кіріп, 1 минуттан кейін толығымен шықты. Пойыз 40 секунд бойы туннельдің ішінде болады. Оның ешқандай бөлігі көрінбейді. Пойыздың ұзындығы неше метр? Мынаны енді туннель деп айтатын болсақ, шартты түрде, оның ұзындығы 1200 метр. Пойыз толығымен шығады деген сөз, туннельден шығып кетті. Оның ұзындығы белгісіз, П деп алайық, пойыз болғандықтан П дей салайық. Сонда пойыз туннельден толығымен шықты деген сөз, ол туннельдің ұзындығына тең және өзінің ұзындығына тең жолды өтті деген сөз. Яғни туннельден шықты дегеніміз 1200 қосылған П арақашықтықты жүріп өтті. Бұны өту үшін ол S, жалпы S-тің жолдың формуласы жылдамдық көбейтілген уақыт. Осы жолды өту үшін ол қандай да бір жылдамдықпен, біз білмейміз жылдамдығын, Т 1 минут, яғни 60 секундтың жұмсады дейді. Екінші теңдеуді құру үшін пойыз 40 секунд бойы туннельдің ішінде болды. Яғни туннельдің ішінен асып кеткен жоқ. 1200-ден пойыздың ұзындығын азайтамыз. Сонда қандай да бір жылдамдықпен 40 секунд бойы болды дейді. Енді осы теңдеулер жүйесін шығарайық. Қосу ережесімен шығарып жіберсек, өйткені плюс П минус П болып тұр. Сонда болады екен 2400, 60 В-ға 40 В-ны қоссақ 100 В. Бұл жерде жылдамдығымыз 24 метр секундына. Өйткені жаңағы минутты секундқа айландырып жібердік. Енді жылдамдықты есептеп алғаннан кейін пойыздың ұзындығын табасақ болады. Бірінші немесе екінші теңдеудің біреуіне қойып шығарасақ болады. Мысалы, екіншісіне қояйық. 1200 азайтылған П тең болады 40 көбейтілген 24. Бұл жерден П-ны есептесек, қарапайым, 40-ты 24-ге көбейтіп, 1200-ден алып тастаймыз, сонда болады 240 метр. Келесі есеп, соңғысы, жай бөлгіштердің көбейтіндісінен 20 есе үлкен, ең үлкен 3 таңбалы санды табамыз. Енді біріншіден ол 3 таңбалы сан болғандықтан натурал сан екені белгілі, оны n деп белгілейік. Ол өзінің жай бөлгіштердің көбейтіндісінен 20 есе үлкен. Сонда бұл жердегі n деп отырғанымыз қандай да бір жаңағы нелердің жай бөлгіштердің қандай да бір дәрежелері. Енді кішкене түсінікті болу үшін мысалы айтайық, мысалы 12 санын жай бөлгіштерге жіктейтін болсақ, 12 дегеніміз ол 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 3. Сонда бұндағы n деп отырғанымыз 2-ның, мысалы бірінші P1 дегеніміз ол 2. 2-ның қандай да бір дәрежесі, А дәрежесі. Көбейтілген P2 деп отырғанымыз ол 3. Екінші бөлгіштің қандай да бір Б дәрежесі. Және тағы сол сияқты кете береді. С дәрежесі, қанша жай бөлгіші бар, солардың дәрежелері. Ал мына жерде П деп отырғанымыз, ол құр дәрежесіз осы жай бөлгіштердің көбейтіндісі. Енді оны өшіріп тастайын, ыңғайлы болу үшін. Сонда
n деген санымыз 20-ға еселі болғандықтан кемінде ол осы 20-ны құрайтын бөлгіштер оның құрамында болу керек. Солай емес па? Яғни 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 5. Енді n ол p, яғни 2-ның бұл жерде бірінші жағдайды қарастырып жүрміз. 2-ның қандай да бір а дәрежесі, біз айтып отырық бағана. Көбейтілген 5-тің қандай да бір б дәрежесі. Көбейтілген п деп отырғанымыз ол қарапайым 2 мен 5 болып тұр. Егер біз бөлгіштері 2 мен 5 деп алатын болсақ. Ал 20 дегеніміз ол 2-ның 2-сі және 5-сі. Енді 2-ның а дәрежесі көбейтілген 5-тің б дәрежесі тең болады. Мына жерде есептесек 2-ның 3 дәрежесі және 5-тің 2 дәрежесі. Сонда а дегеніміз 3, б дегеніміз бізде болып тұр 2. Сонда енді n санын дұрыстап есептейтін болсақ, 2-ның а дәрежесі, яғни 3 дәрежесі, және 5-тің б дәрежесі, яғни 2. Сонда 8 мен 25, 8-жердегі 25-ін бізде қанша болады? 200 болады, Шартты қанағаттандырып тұр, бұл 3 таңбалы сан, Бірақ бізге ең үлкен 3 таңбалы санды тап деп тұр. Сондықтан біз бұны тек қана 2 мен 5 деген жай бөлгіштерінен мүмкін басқа бөлгіштер де бар шығар деген шартты қарастырып, есепті ары қарай жалғастырамыз. Яғни қайтадан n дегеніміз p көбейтілген 20 екенін ескере отырып, мысалы ол 2-ның қандай да бір а дәрежесі, 5-тің қандай да бір б дәрежесі, ол міндетті түрде 2 мен 5 болады, себебі 20-ның жай бөлгіштері, Және мысалы келесі жаңағы жай сан ол 3. 3-тің қандай да бір ц дәрежесі болсын. Сонда п деп отырғанымыз біз айттық, осы 2, 5 және 3-тің көбейтіндісі, жай сандар, жай бөлгіштердің көбейтіндісі. Және 20 дегеніміз ол 2-ның 2 дәрежесі және 5. Ал көрейік, оң жағын ықшамдайық. Сонда 2-ның 3 дәрежесі, 5-тің 2 дәрежесі және 3 болып тұр. Сонда а дегеніміз бізде 3, б дегеніміз 2, с дегеніміз 1 болып тұр. Енді жалпы айтқанда мынаны есептеу керек қой. Сонда бізде шығады екен 600. 3 таңбалы сан, 20-ға еселі сан және шартты қанағаттандырып тұр. Ары қарай көрейік. Тағы да келесі жай бөлгіштерді қосып көрейік. 2, 5-і бар, 3-і бар, келесі жай сан ол бізде 7 болып тұр. 7-ның қандай да бір д дәрежесі болсын. Сонда ол бізде 2 көбейту 5 көбейту 3 көбейту 7 бұл п-ны беріп тұр. Және көбейтілген 2-ның 2 дәрежесі және 5. Бұл 20-ны береді. Енді мынаның өзін есептейтін болсақ, 4200 болып кетеді. Бұл енді 3 таңбалы саннан үлкен болып кетеді. Сонда жай бөлгіштердің көбейтіндісінен 20 есе үлкен, ең үлкен 3 таңбалы санымыз ол бізде 600 болады екен. Назарларыңызға рахмет. Енді келесі видеода 6-шы сыныпқа арналған алтын сақа есептерін шығаратын боламыз.